Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, әрі жұмсақ, жұқа болып шығатын қожелі мантысының рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын жасап қояйық. Жылы суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, керегінше ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Барлық қоспалардың мөлшерін видеоның астындағы описанияда жазып қоятын боламын. Мінекей қамырымызды илеп болдым. Енді пакетке салып, 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Менде тартылған сиыр еті, одан кейін үстіне пиязымызды жақсылап майдалап турайтын боламыз. Және де мен бір сәбіз, бір картоп қостым, теркадан өткізіп. Негізі бұлар міндетті емес, қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Бірақ мен кішкентай балаларым картопты жақсы көретін болғандықтан жұқалап теркадан өткізіп жібердім. Бұлай да дәмді болып шықты, жасап көріңіздер. Осылай керегінше дәміне қарай тұзымызды және бір қасықтай майымызды құйып, жақсылап араластырып алдым. Мінекей қамырымыз дайын. Бұл қамырды мен екіге бөліп алдым. Өзіме жаюға ыңғайлы, әрі жұқалап жаюым үшін өте жұқа болуы шарт. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Қасындағы қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңадан видео шыққан кезде сіз бірінші көретін боласыз. Мінекей қамырымыз жайылды, жұқаланып. Енді үлкен етіп, бір қарыс, яғни 20 сантиметрдей етіп, бөліп шығамыз, кесіп шығамыз. Мінекей қараңыздар, егер де тағы да қалыңырақ болып қалса, кішкентай оқтауыңызбен тағы да жая түсіңіз. Осылай жұқа болғаны міндетті. Сонда әдемі болып шығады. Енді салмамызды осылай жайып саламыз. Салмамызды өте көп салмаймыз. Шай қасықпен бір қасықтай ғана салдым. Жайып салдым, осылай бүгіп қоя береміз. Манты пісіретін ыдысымызды майлаймыз астын. Бұл мантылар майды өте қатты жақсы көреді. Сондықтан астын да, үстін де жақсылап майлайсыздар. Және де бір мантыны салғаннан кейін үстін майлап, екіншісін бетіне қоя бересіздер. Орынды қатты алмайды, сонда әрі жабыспай пісе береді. Алдын ала суын қайнатамыз. Су қайнаған соң 45 минутқа мантымызды пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің мантымыз осымен дайын, керемет болып шықты. Өте дәмді, әрі жұқа, иісі де әдемі. Жасап көріңіздер, күшті болады екен осылайда жасаған. Әрі ортасына осылай алып, ортасына подливті сал жіберіп жесеңіздер, дәмі одан да керемет болып шыға береді. Подливті мен тек пиязбен сәбізді қуырып жібердім, томат қосып. Өте дәмді болып шықты. Осылай жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.